Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Денис қақпада, екінші нөмір Біржан Оразов 17 команда капитаны, Эдсон 6, Дәурен Тұрсағұлов 12 және Алисон Невес 99 нөмір. Қосалқы құрамындағы ойыншыларға да бірден тоқталған жөн болар. Қазір жетісу шабуылда, алыстан соққа доп Денистің қолында және Денис бірден соққа. Гол! Гол! Есеп 1-0. Қайрат алға шықты. Феликс Индио қайда кеттің, қайда шықтың? Денис гол соқты. Дәл мұндай нүктеден негізі бірден соққы жасап көзге түскен еді. Бүгінде сондай бір батылдық қажет болып тұр. Ортаға пас, есеп 2-0. Дәурен Тұрсағұлов қанжығасын майлады. Ашулы дедік бұл Қайратты. Расмен ашуын матч бастала-сала көрсетіп жатыр. Кездесудің басталғанына 2 минуттан жаңа асты, ал Қайрат болса 2 гол соғып үлгерді. Тайм-аут. Эдсонның пасын Тұрсағұлов голға айналдырды. Өте оңай гол болды. Жетісу қорғаушылары да Дәурен Тұрсағұловтан көз жасып қалған. Феликсте Жетісу капитаны. Қазір көшбасшы ретінде, командадағы жетекші ретінде өз командасына бір мотивация беруі қажет. Сарбасов. Эдсон соққы 3-0. Қайрат голды арт-артынан соғып жатыр. Бірнеше күн бұрын кірмеген голдардың бәрі осы екінші матчқа жинақталып қалғандай. Феликс Индионың қақпасына 3-ші гол кірді және Эдсон бұл голды ерекше атап өтті. Бірнеше ойыншының арасынан сатылып өтті. Мүмкін болмай тұр. Қақпа маңына қарай жақсы пас және гол! Жетісу есеп айырмасын қысқартты. Алекс Тейшейра бұл голдың авторы. Бірде 3, демек Жетісуда қазір үміт 0-3 кезінде тым аз еді. Қазір сәлде болса үміт пайда болды. Беро Жаденің командасы есеп айырмасын қысқартып отыр. Дәл соққы. Бұл гол негізі психологиялық тұрғыда Жетісуға маңызды. Үміт қалдырғысы келеді. Пенальти соққы. Гол. 4-1 Қайрат. 4-ші голын соғып отыр Жетісудың қақпасына. Қайрат ұлы шыққан еді, бірақ Жетісудың голкипері командасын құтқара алған жоқ. Пенальтиден кейін осылайша есеп 4-1 болды. Жетісуда үміт болған еді, бірақ сол үміт қазір қайтадан жоғалғандай. 1-4. Финео сол жағыңа қарай тебет деген секілді белгі берді Қайрат ұлына, бірақ ойын жалғасады. 4-1, 9,5 минут уақыт бар. Матч соңына дейін серия жалпы теңесуге жақын. Ал алаңнан қазір Денис кетіп қалғанын байқадық және соққы. Гол! Жетісу есеп айырмасын қысқартты. Болат Сарбасов гол соқты. Қайраттың ойында не болғанын білмеймін. Денисті неге алып тастағаны түсініксіз. Ал мұны Жетісу тамаша пайдаланды. Болат Сарбасов. Тұрсағұловтан допты тартып алды да дәл соққы бағыттады. Кевин Ариета қақпашының рөлінде тұрған. Ойын жалғасады. Занотто нүктеге келді. Сарбасов.
Алаңға Нұрсұлтан Таңатұлы шықты. Таңатұлы соққы керек. Таңатұлы асыра ұсталды. Гол! Есеп 3-4 жетісу. Есеп айырмасын қысқартты Нұрсұлтан Таңатұлы. Қандай тамаша гол, қандай тамаша қарымта шабуыл. Жаңа ғана қайрат. Денис гол соғуға жақын болған Алекс құтқарған еді. Қазір жетісу есепті 3-4 қылды, қараңыздар. Мәссаған матчтың соңғы 6 минуты қалай өтейін деп тұр, ойлаңыздар. Бұл бір энергия көп жұмсалатын кездесу болып тұр. Ертең егер 3-ші матч өтіп жатса, екі ұжымның да футболшыларына оңай болмайтын секілді. Занотто қақпаға соққы. Феликс гол! Кевин Науэль Ариета. Есеп 5-3. Қайрат 5-ші голын соқты және бұл серияны 3-ші матчқа жіберген секілді. Ариета дубль автор атанды. Феликс Индионың жолы болған жоқ. Бірінші соққыны кері қайтарған еді. Бірақ қақпаның алдында, доптың қасында жалғыз Ариета тұр. Ал Кевин болса айнала сала соққы жасады. Осылайша есеп 5-3. Шамамен ертеңгі ойынға. Тоқаев Қапталға пас қателесті. Және Біржан Оразов нүкте қоюға мүмкіндік алып отыр. Біржан Оразов есеп 6-3. Ресми түрде айтуға болады, ертең ширек финалдың 3-ші матчы болады. Оразов бүгінгі матчтың нүктесін қойды. 6-3. Және кездесуде аяқталған секілді 1 секунд уақыт бар екен. Бірақ Қайрат ойыншылары қазір бүгінгі жеңісін тойлауды бастап кетті. Айталап көрейік. Оразов мені соққы жасады. Қақпашы жоқ. Алекс қақпашының позициясында. Енді бұл жұптың тағдыры ертең шешіледі. Сондықтан ертеңгі кездесуді міндетті түрде жоспарлап қойыңыздар. Қызық текетірес болатыны сөзсіз. Бірақ әзірше